ыдыстарды ала шықшы. Иә, қазір. Алаш, қазір. Асықпа, сындырып аласың. Қармаш бет. Бір-біріне тарсылдатпай алып келсеші. Жіберейінші мен, Жоқ. Бар, атаңды шақыр. Бастайын. Үлкен кісіден бұрын дастарханға отырмайды, тұр. Атаңды шақыр, айт, астайын болып де. Ата, асқа кеңіз. Асқа. Болды, қол. Кеңіз, көмектесін. Ой, тез жүрмейсіз бе? Бисмилля, ассаламағалейкум. Ата кіммен амандасып жатсыз? Үймен амандасып жатыр. Үй өзіміздікі ғой. Кімнің үйі болса да үйге кіргенде бисмиллаңды айтып, амандасып кірген дұрыс болар. Ал, дастархан жайнап тұр. Бисмилля. Малдардың бәріне көп сақ қойсын. Қайта салып тұрсаңшы. Маңырап бәрі деген шулап жатыр. Ал, бисмилля. Масқа адалдық, денге саулық. Жүрекке иман байлығын бер. Аумин ал. Енді бастай берсе бола ма? Бисмиллаңды айт та дей бер. Сіз онсыз да бисмилля дедіңіз ғой. Мен өзім үшін айттым, сен өзің үшін айттың. Жарайды. Әр адам өз Оң қолыңмен же, Әли. Ұмытып кете берем атыңыз, өмір ұмытып кете берем. Ұмытсаң, сол қолыңды жамбасыңа басып отыр. Ұмытпайсың. Әли, сен шай. Шай. Ата, жаңа Мәди хабарласты. Жол жөнекей үйге соғып кетеміз дейді. Қасында бастығы бар екен. Ой бұ, қонақ келе жатыр десеш. Онда ет салып қой, қонақтан ет болмасын. Есіктің алдын тазартып қой, сен ана тайып құлайды қой қазір. Тазартып қойдым ата. Тазартып қойдым, күреп қоймайсың ба? Бар бет сала берейін. Тазартып, есіктің бәрін тазалап, итті байлап. Жүріңіз. Кеп қалма, сәлем бердік. Ой, не істеп тұрмын? Ой, зачем осы нәрсе деймін да? Келінге сәлем салған ерді бір жөт көрдік. Ассаламағалейкум, қалайсыңдар? Бізде ешкім бүйтпейді. Зачем мынау ескі құсқын нәрсе деймін да? Привет дейсе за болды ғой. Адамды сасқалақтадым да. Қалайсыңдар? Жақсы. Шырағым бұл ескілік емес. Бұл баяғыда. Сәлем балам. Аман есен жеттіңдер ма? Қош келдіңдер. Қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір. Мен айтып жатырмын, баяғыда сәлем салмаған келін көргенсіз болатын. Қазір енді сәлем салған келін жаман келін болды ғой. Ата, мен бар бет сала берейін. Етін сала бер. Қалай аман есен жеттіңдер ма? Елдерің аман есен, үйістер, бала шағаларың. Мади осы жерде тұрамыз деген соң кірдік жаңа жол жөнекей. Ол осы, ауыл осы, шаңырақ осы. Көрген шығарсыңдар мына ауылға келе жатқан жол қалай екен? Жақсы, аман есен жақсы жеттік. Әке, мынау менің жұмыстағы бастығым, есімі Меліс болады. Мэлс болады, Мэлс деп айтса Мэлс. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталиндердің аруақтары қолдап жүрсін деп қойған ғой атымды. Тамаша емес бе да? Астағфиралла. Астағфиралла, жақсы ғой да? Мен сенің атын керісінше ма деп ойладым ғой. Қалай? Меліс деген мен Ленинді ешқашан сүймегем деген ат екен. Қойыңыз ақсақал. Анандай ұлы тұлғаны қалай сүймеуге болады? Ленин деген тұлға ғой ол ата. Сізде қызық. Енді аузында Алласы болмаған адам толы деп айта алмаймын. Басеке, тамақтан алыңдар. Тамақтан алыңдар. Бауырсақтан көрейік. Астан алып отырыңдар. Қалайсыңдар? Ел аман, жұрт аман, жұмыстарың жүріп жатыр ма? Жақсы. Аллаға шүкір, бала айтыр таңертең кетеді. Өзің қолыңда істеп жатыр. Рахмет айтады. Мади ұлың ғой деймін да? Жоқ. Бізге ол қайда? Атасының баласы ғой. Осы үйдің иесі бұл. Қара шаңырақ. Бәсе атасынан алмайды, қап-қара екен. Алихан. Али ақпа. Али, міне хан. Мен осындай ұлым бар, тоже осындай. Жасы примерно осындай. Қаншадасың? 15-те. Сенімен құрдас екен ғой, 12-де ол. Пысық енді, анау. Мен өзім 6 айлап, 7 айлап командировкаға кетем ғой. Бір күні келсем өсіп кетті ұлым, дәу болып. Жаңа өзі пысық, үзіліп қалған проводтарды өзі жалғайды. Бұзылып қалған чайникте там өз жасап бәрі істей береді. Маған тартпаған шыны керек. Мен ондай емеспін ғой енді. Онда сен балаң емес қой оғанда. Қойыңыз ақсақал, ол өзімнің собственный балам. Любой жерде мен сізге доказать етіп берем. Қазір ана ДНК деген бар, апара мен сізге көзіңізді жеткізем. Өзім балам ол. Қолынан іскеп жатса, ол атасының баласы ғой. Атасының баласы, сен балаң емес. Әзілдеп тұрмын десеңші бұл. Прикольно да, ата. Тамақтан алып отырыңыз ата. Шайтан алыңдар. Ыстықтай. Ет піскенше сағат көз қанша болып қалды Алихан?
Ой, сағат не қыласыз ақсақал? Үйде отқан адамға сағат не керегі бар? Или ана телевизор бар немені, сериалыңыз бар ма көретін? Ой, құрсын, сериал көрмейміз біздер. Көретін сериалы жоқ қой тек бәрі. Намаз оқып алайық деп атымыз, намаз оқып алайық жамағатпен. Уақыт шығып бітір. Азан шақыр, азан шақыр. Жүріңдер, намаз оқып алайық. Жамағатпен оқып ет салғанша. Мен жолда оқып алғам, әке. Жолда оқып алдым. Бірге оқып алдыңдар ма? Жоқ, мен намаз оқымаймын ғой, зачем маған намаз? Мен жұмыстағы адамым ғой, ақсақал. Күнде жұмыс, о, зачем? Намазға уақыт жоқ менде. Балаңызға да айтам, сен жұмыс істесейші, не қыласың намаз деймін. Бұл тыңдамайды мен. Просто жұмыстан шығарып жіберейін десем, мынандай менде жұмысшы жоқ та. Басқаларына айттым, намаз оқысаңдар, бәріңді жұмыстан шығарып жіберем дедім мен. Вот, строго бол керек. Намазға енді балам, ол намаз оқитын жерінде керегі жоқ, уақытта керегі жоқ, оған тек иман ғой. Намаз мына беріп жатқан осы жұмыстарың жүріп жатыр. Аллаға шүкір, Алла бәрін беріп жатыр. Қинамай сендер, өсіріп жатыр. Даңқтарыңды, абыройларыңды әйтеуір. Жұмыстарыңды алға бастырып жатқан Аллаға бір шүкір деп намаз оқпайсаң болады. Ақсақал, осындай нәрсені бастайын айтам. Маған ешкім еш нәрсе берген жоқ, ақсақал. Барлығын өзім жасағам мен, барлығына өзім жеттім. Жастайымнан жұмыс істедім, еңбектендім. Содан осы қалға жеттім ғой. Менің еңбегіме ешкімді араластырмай қойыңыздар. Хорошо? Шүкір. Соны айтыр, сен себебін жасап жасың, Алла беріп жат. Ең болмағанда бір жұмасына барып қойыңдар. Жұма намазға барып қой балам. Ал жақсы. Алион, азан шақырдың ба? Енді басеке ренжімен мен әкем сондай арасында әзілдеп қоятын әдеті бар. Тамақтан алып отырады. Прикол ма? Әзіл қойда жаңағы. Бәсе жап-жас жігітке қалай намаз оқы деп айтады деп қоям. Әзіл екен ғой да. Жоқ, енді ол сырасы енді, басеке. Енді артық айтпай қойын, басеке, біздің әкеміз бала кезімізден біз жақсылыққа үйретті. Кіші кезімізде дүниеви елімде алдық, діниде елімде алдық, әрдайым қасынан тастамайтын. Өмірдің ағы мен қарасын әрдайым көрсетіп жүретін, үйретіп жүретін. Әрдайым қасынан тастамай, жұма намазынан қалдырмайтын, мешіттен қалдырмайтын. Сол жұма намаз. Подожди, осы жұма жаңа кісі жұма деді. Жұма деген не еді? Бір жерден естіген сияқтымын да. Енді басеке, мен сізге алдын айтып едім ғой. Әр жұма сайын мұсылмандар жиналып, мешітке барып намаз оқиды. Жұма күні, білесіз ғой, сұранып жүретін едім ғой. Пятница ғой да. Иә. Бір мен екінің арасы ма? Иә. Бәсе елдің бәрі обед ішіп жатқанда сен қай жаққа кетіп қалады деп қоямын осы. Сол жаққа кетіп қалады екенсің ғой да. Жарайды, мен саған рұқсат бердім ғой ол. Иә. Сол. Бірақ сосын бар ғой, сендер ана қасиетті дедің ба жаңа? Дұрыс істемейсіңдер сендер. Қасиетті күнді именно апарғансыңдар да бір-ақ күнге қойып қойғансыңдар. Каждый күн қасиетті ғой, каждый күн. Қай күн ақша табасың да, барлық күн қасиетті. Қай күн ақша таппайсың, сол күн қасиетсіз. Жоқ, басеке. Бұл жұма мен жұманың арасында егерде пенде кішігірім бір күнә жасап қоятын болса, бұл жұманың қасиеттілігі, сол күнәлар кешіріліп отырады. Жұма мен жұманың арасында күнәлар кешіріліп отырады. Онда мен бармайтыным дұрыс екен ғой онда, да? Неге? Күнәм жоқ қой менің. Жоқ, басеке, егерде кім жұманы 3 рет себепсізден себепсіз қалдыратын болса, оның жүрегіне қара мөр басылады дейді. Сол үшін жұманы қалдырмаған абзалырақ, басеке. Өздерің осыны өстіп қиындатып алғансыңдар да. Қалдырмау керек дейсің, еще апарғасында жұмыс күніне қойып қойғансыңдар пятницаға. Сендер соны воскресеньеге ауыстырып алсаңдар сол күнді. Таңнан кешке дейін жұмыс жоқ, өздерің білесіңдер, не істейсіңдер барып мешітке. Болмайды ғой, басеке, болмайды ғой ол. Неге болмайды? Барады ғой бізде Серега мен Володя. Воскресенье күні барады ғой церковьқа. Солар сияқты, олар да қасиетті күн дейді ғой воскресенье. Енді басеке, олардың діні мүлдем бөлек, біздің дініміз мүлдем бөлек. Сол үшін бұл қасиетті жұма күні бүкіл жамағат жиналып мешітке барып дұға қылады, Алладан сұрайды. Сұраған нәрсесін Алла береді. Сондай бір нәрсе да. Отыра беріп кішкене басеке. Тұрайық, барайық жұмысқа. Уақыт. Ақсақал, онда біз жүрдік. Ой, отырсың. Жоқ. Ой, тамақ салып қойдық. Ой, әуре болмаңыз. Ет салып қойдық. Мына жерге жұмысқа келгенбіз. Время деньги, ақсақал. Отыр кішкене, мен сендерді дем алып. Мына үйім осы жерде деген соң кіре салайық дегенбіз ғой. Жақсы, біз онда жүрейік. Кетіп бара жатсыздар. Кетіп бара жатырмыз, жақсы. Мәдинем, келіншегің сенің бар ғой, вертолет, су. Біздің әйелдер деген танкі қой орнынан қозғалтамайсың. Жарайды, кеттік жүр. Сендер тек
Қонақ болып отырып ет жеу керек еді, асықпай Асықпай, уақыт көп, келеміз әлі. Жарайды. Уақыт жетеді. Жолдарың болсын. Жұмыс важно ғой, жұмыс. Алла жар болсын. Жақсы онда. Аман бол. Алла жар болсын. Жақсы, ассалаумағалейкум. Ой, кетіп бара жатқанда амандасқан десе. Алланың амандығы артық болмайды деп жатқаным ғой. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам рахматуллахи. Аман болыңыз. Қай тілде сөйлеп кеттіңдер, Алланың аманат еткен тілі ғой балам. Жолдарың болсын, байқап жүріңдер. Әр жол тайғақ. ойбу Алла жар болсын. келгендерінен кеткендері тез болды жұмыстың ғой. адамдары, шаруаның адамдары ғой. Ет сап қойып еді ма? Ет сап қойды, енді өзіміз жейміз оның бәрін. Жақсы болды, енді өзіміз отырып шай ішейік. Анау сен ешкілерге су беріп қой. Берем ба да беріп қойдым ғой. Бергенің қайдан бұлай өтсең маған қарап бажырайды ғой бәрі. Су бергенге ұқсамайды ғаналар, шөлдеп қалған ғой. Қайта тамағын бер. Өзіңге тамақтанасың, малға да тамағын Мәди беріп звондап жатыр ата. Қазір. Бір мен. Алло. Бірдеңеңізді ұмытып кеттіңіз ба? Не дейді? Қарашын ұмытып кеткен шығар. Ой, субханалла. Амансыздар ма әйтеуір? Субханалла. Кел. Шай ішіп Алла пе? сабыр берсін. Иә. Жақсы. Айда, бар. Малдарға шөп сал, жүгір. Қара, қоран есігін жап жүгір. Не болып қалды, кел. Ата, сіз тек уайымдамаңызшы. Не болып қалды, жайшылық па? Жаңа мәдилер ана бұрылыстан көлік апатына ұшырапты. Мәди аман, қасындағы бастығы қайтыс болып кетті дейді. Ой, Алла. Астағфираллах. Иман дәсін. Қалайша? Қазір ғана дастарханда бірге отырдық. Ой, Алла. Жұмыс деп асығып кеткенде, жұмысына емес, ажалын асыққан екен ғой. Ең болмағанда бізбен бірге жамағатпен оқымаңдай. Алла. Дінсіз кетті бір адам, дінсіз кетті. Бір рет азан шақырмай үнсіз кетті. Түр түнектеп жүрді де тіршіліктен, ақыретін ойламай мұңсыз кетті. Бәлкім көшпес көңілден көзден кетті. Жұрт айтқан жылы жұмсақ сөзбен кетті. Атақ, абырой, мал, мүлік жинап еді. Бәрі қалып қос құлаш бөзбен кетті. Жаяу кетті, көлігін мінбей кетті. Медалінің бірінде ілмей кетті. Мүңкір нәңкір қоятын үш сұрақтың ең болмаса біреуін білмей кетті. Алтын басын Аллаға имей кетті. Шариғаттың шарттарын сүймей кетті. Тым болмаса жұмада Раббыс үшін жай намазға маңдай тимей кетті. Бұйрығына Тәңірдің көнбей кетті. Көрден соң ғұмырге сенбей кетті. Көкірегіне Дарвин мен Ленин жаққан атеистік алау сөнбей кетті. Күліп келген күнәдан қашпай кетті. Молда айтқан сөзге құлақ аспай кетті. Қос дүниелік бақытпен қауыштырар, Құран кәрім парағын ашпай кетті. Жүрегіне сіңірмей иман нұрын, игіліксіз ғылымнан жиған білім, тірісінде тәрк еткен аяттарды жатыр оған бағыштап иман бүгін. Не пайда, не пайда.